Сатылмау дегеніміз әр адамның бойында бір сатылу мінезі тұрады. Яғни дәл қазір біреумен дос болып, келесі күні басқа біреумен дос болып жүрген адам. Дәл қазір бір жұмысты түбіне жеткізбей, екінші жұмысқа ауысып кететін адам. Өзінің өмірінің мәнін, қызығын таппай, өзгелер мына жолдан байып жатыр ғой, өзгелер мына істі жасап, өзінің бір биіктік дәрежесінде көрініп жатыр ғой деп, өзгенің ісіне қызыға отырып, өзін сату бұл жерде әр адам. Адам өзін сатқан кезде өзінің ішкі жан дүниесі қалап тұрған дүниені сату арқылы, өзгеге қызығу арқылы ешқашанда сана биігінде дамымайды. Ол адамда әлі күнге дейін өзінің бір нық орнына тұрмайынша, өзін таппайынша, ол адам кез келген істі сатып кетпей, түбіне жетпейінше, есею процесі ол адамда жүрмейді. Себебі балалардың бойында кішкентай кезінде бір сатқындықтың дүниелері болады. Олар қазір мынамен ойнап, мен сенімен ойнамайым деген секілді, біреудің ойнап отырған ойыншығына қызығып, бұны мен де ойнаймын деген секілді әр сатыдан сатыға секіріп отырған сайын ол жерде балалық процесс тұрады, балалық бір қабілет тұрады. Ал есею дегеніміз сол бала деңгейіндегі санадан есею. Осы кезде адам сатылмауды бірінші сатыға қойып, соны өзінен бойынан жеңген кезде адамда үлкен есеюдің бірінші баспалдағы ашылып бастайды.